Қайырлы күн, қадірлі Тыңдай FM арнасының тыңдармандары. Арнаға қош келдіңіздер. Бүгінгі мазмұн Құсбегі Әлімқан. Деректі әңгіме. Тыңдап көріңіздер. Лүпіл басып, арнаға адамдарды тарта отырыңыздар. Қазан мен қара шайының өл арасы. Күн қысқарып түн ұзарған. Тоқты тоймас, чөміс кеппес дейтіндей, күздің қысқа күні еңкейіп барады. Бірақ малшы қауым соны күзеулікке жаңа қоныстанып жатқан мезгіл болғандықтан, мал да мал баққан бақташы да күзге мастанғандай мамырлап жайма шуақ жатқан ашық күннің бірінде біз жұмыс бабымен Қыран өзенін өрлей келіп, өзен бойындағы 7 шайттың өткел аузында отырған Көпей ақсақалдың ауылына кешкі күн ұясына бата бере ат тұмсығын тіредік. Ауыл сыртындағы дөңде бірнеше шал дойбының қызығында отыр екен. Қысқа амандықтан соң Көпей ақсақал орнынан тұрып үйіне бастады. Туырлық, үзігі, түндігіне дейін бір тұтас жаңа 6 қанат үйдің іші де жинақы тап-таза екен. Бір қараған көзге бұл үйдің ересек адамдарынан бала шағаларына дейін ширақы пысық адамдар екені айтпаса да көрініп тұрғандай. Жанында 2 отау мен көршілері болып, бірнеше үй қоралай бір ауыл болып орналасыпты. Жайғасып отырған соң Көпей қарт арттағы ауылдың амандығын тағы бір рет қазбалай сұрап шықты. Керей ішінде Жәнтеке деген ру бұрын бір атаның баласы болғандығымыз себепті бір орынға топталып отырушы едік. Қазір ел өсті. Ағайын арасы алшақтап 9-10 атаға барды. Жәнтекейдің шағын рулары да өз ішінен қыз алысып, құдандалы ел болуға айналдық. Бұл да Құдайдың бұйрығы шығар. Жаңағы шалдар дойбы ойнап отырған төбедегі бірнеше бейітті көрдіңдер ме? Осы жерде не үшін 7 шайттың өткелі деп атайды? Деп бізге жаңа бір тың бейне бастайтындай сыңай аңғартты. Бейітті көріп жүрміз, бірақ неліктен олай аталғанын естімегенбіз. Қайта өзіңізден ұғайық, айтып беріңіз, дедім мен. Бұл өте ерте болған әңгіме. Біздің отбасымыз ол кезде Әлімқан байдың ауылымен көрші отыратын. 8 жастан 16 жасқа келгенше мен сол ауылдың бәйге қосқан аттарына мініп шабатын шабандоз едім. Әлімқанның семьясында ол кезде Ақтоқал ат, Құланкөк дейтін бірнеше айтулы жүйрік аттар болушы еді. Әсіресе Құланкөк өте жүгірімді болып, бестісінде құлан қуып ұстағандықтан және бұл жылқының арғы тегі жабайы құланмен шатысқан болғандықтан осы Құланкөк деп атап кеткен. Шабысын қойып, желісіне әдеттегі аттар шауып жете алмайтын нағыз желаяқтың өзі еді. Ол атты кей жылдары жаратып бәйгеге қосқанда үнем алдымен келетін. Бірақ көп уақыттарда ылғи семіз ұстап, қыста қасқыр түлкі қуып, аңшылыққа пайдаланатын. Мен көп жылдар бойы Ақтоқал атқа мініп бәйгеге шауып жүрдім. Ол да үнемі бәйгенің алдын бермейтін даңсалы жүйрік еді. Әлімқан жасынан құс баптап, өмірінің көбін аңшылықпен өткізген адам. Қимылы шапшаң, құралайды көзінен ататын дейтіндей мерген еді. Ол отау болып шыққан соң әкесінен еншік алған 2 айғыр үйір жылқы мен 200 қойды бағып өсіруден тыс, әр жылғы аңшылықтан 100 деп түлкі және бірнеше пар бөкен мүйізін алып, сол кезде дихуаға, яғни үрімжіге сатып, немесе малға тікелей айырбастап, дәулетін шұғыл дамытқан. 1919 жылы күзде ол Жәңгірмен бір қос болып, үйреншікті кәсібі құбының құмына құс салуға кеткен. Сол жылы күзде қарашада осы елдің ішіне 7 жігіт 42 түйемен тері және бірнеше тоғанақ балық артып, дихуаға тартқан. Кірешілер Қазанқұмға барғанда Санжыдан шыққан 9 қарақшы әлгі 7 кірешіні атып өлтіріп, 42 түйені олжалап алмақ болады. Бұл қанды қырғынның үстіне мылтық даусымен келген Әлімқан мен Жәңгір қарақшылармен атысып, оның 8-ін табандатып өлтіреді. Бірі қашып құтылады. Бұл іс кейін Насырға шауып, Санжы Алтай аймағы ортасында үлкен дау тудырады. Бірақ сол кездегі өлкелік үкімет жауапкершілік тонаушыларда деп тұрақтандырып, іс осымен бітім болған. Тонаушылар жағынан жазықсыз қаза болған 7 адамның сүйегін шәйт деп,
қыранның екі ашасындағы осы жайлақ өткелдің аузына жерлеген. Содан бастап бұл жер жеті шайттың өткелі деп аталып кеткен. Кейін осы жеті қабірдің ішінен Ис деген адамның сүйегі ертіс жағасына көшіріледі де, қалған алты мәйіт орнында қалады. Қаза болғандардың алды 40, арты 20 жастағы қыршын жас жігіттер еді. Осы кездегі ел момында берекелі болатын. Шайт болғандардың отбасына ел болып жиналып, жылу атап көмектескен. Әлімқан Құсбегі де сол жылы алған түлкілерін осы жеті семьяға бөліп берген. 1858 жылы Алтай ауданының ертіс жағасында дүниеге келген Әлімқан 1931 жылы 73 жасында қайтыс болады. Оның дөңгелек қорғаны ертіс пен қыранның ортасында Шабақ дейтін жерде тарихтың куәсындай әлі күнге бұзылмай тұр. Ол Жәнтеке ішінде Еңкі бөлек дейтін Чағын рудан шыққан. Бірақ бес Жақабайдың шаңырағы осы отбасында болғандықтан ел ішінде ол да ықпалды, беделді болып жасаған. Оның әкесі Қобыш, домбыра, қобызды жақсы шертеді екен. Өз басы бірнеше қобыз күйін жасаған деген сөз бар. Бірақ кейінгі аумалы төкпелі заманда ол мұраны жинаған, сақтаған ешкім болмаған. Қобыштан Әлімқан, Әбдіраш, Сүйеніш деген үш ұл болған. Әбдіраш діндар адам болып, қажыға барып Құдай жолын қуған. Туадан момын Сүйеніш ауылдың қойын бағуды кәсіп еткендіктен келіндер мен балалар оны Қойшаға деп атап, кейін ауқаттанып, бөлек ауыл қонғанда Қойшаған ауыл деп атап кеткен. Әлімқан Құсбегі 15 жасынан бастап әке тәрбиесінде құс салуға машықтанған. Бала кезінде жазда сұңқар баптап, қаз, үйрек алдырып, қыста қаршыға ұстап, қоян аулаудан аңшылық жолын бастаған. Әрі құстың бабы мен сырына жасынан қанық болған. 1884 жылы Құбының құмына отарлатқан жылқы қосына лесіп барған 20 жастағы Әлімқанға әкесі бір балапан бүркіт және қара шегір деп аталған атақты қыран бүркітін беріп, оны аңшылыққа жіберген. Жас Құсбегі қазан айының соңында кетіп, наурыз айының соңынан ала орта жылқы қосымен бірге 4 айдан артық уақыт жоңғардың ойпатында жүріп, аңшылық қызығына алғаш араласқан жылдың өзінде-ақ 150 түлкі, бірнеше тұмсық қасқыр, бірнеше пар бөкен мүйізін алып, үлкен олжамен ауылына оралған. Мұның ішінде 2 қара түлкі бар екен. Сол заманда бір қара түлкі 100 бойдақтың құнына тең екен. Онан сырт, әкесінен еншік алған айғырдың үйірінен бір кер құланның құнанымен тағы қосылады да, жылқы қос Алтайға қайтқанда ауылға бір керіп келеді. Мұндай жабайы текті далаңының жылқыға еріп, ауылға келуін ауыл ақсақалдары үлкен жақсылыққа жорып, оның сыртында Бала Құсбегінің алғашқы жылында үлкен олжамен оралғанына ақсарбас сойып, той жасап, тойға келген ақсақалдарға бірден түлкі байлап, олардың ықыласын алады. Бірнеше жыл осында жанама кәсіппен мол кірген тікелей кірістің нәтижесінде Әлімқан Құсбегінің малы шұғыл өсіп, кейіннен жылқысы бірнеше жүзге, қойы бірнеше мыңға жетеді. Оның жылқысына қосылған құланмен шатысып, кейін бір қанша жүйрік аттарда жарыққа шығады. Ол алғашқы жылы саятшылыққа алып шыққан қыран құсы қара шегір, әсіл түз құс еді. Ол жатыла келе қара жерден көрінген түлкіні мүлт жібермеген. Қасқыр мен бөкен секілді қармалы аңдарға бүркіт жібергенде, аңшылар бірнеше құсты қатар жібереді екен. Сонда алдымен барып қасқырға түсетін жүректі құс қара шегір еді дейді үлкендер. 1889 жылы қарашада Әлімқан Құсбегі бір ғана қағуш ертіп, Нарынқараға бүркіт салып шығады. Бір биіктен томаға тартқанда, құсы талпынып болмаған соң, аяқ бауды босатып қоя береді. Тіленіп ұшқан айтулы қыран, алған беті өзі көздеген аңына түседі. Артынан шауып құс үйесте жетеді. Үлкен бір түп сексеуілге қыстырылып қалса да, бір аяғымен арланның аузынан ұстап, бір тегеурінімен қасқырдың таңын бүріп, қасқырды жібермей тұрады. Бүркітші де дереу аттан түсіп, қасқырдың қылтасын қиып, ішін жарып жібереді. Атан түйемен асау жылқыны алып соғатын арлан тегеурінді қыранға қайраты жете алмай, сексеуілдің астынан өте шыққанда, қасқырмен алысып жүрген бүркіттің жемсауына сексеуілдің бұтағы кіріп кетеді. Қасқырды тұяғынан босатып алып, ыңғайлаған соң бүркітте жан үзеді.
Осыдан бірнеше жылға дейін атақты құсбегі бүркітте салмай, аңға да шықпай үйінде жата береді. Келіп кеткен адамдарға оның жанына батқан жарасын жазу үшін дос-жарандары, замандастары оны ауылда болып ән күйімен талай күндерді өткізеді. Күртінің Теректі деген сайына барып қонған күні қазір бұл сай Әлімқан төс тереге деп аталады. Қобдадан 2 жолаушы осы ауылға келіп қонады. Әңгіме үстінде отырғандар ол жақтың аң аулап құс салу жағдайын ұқсады. Келген қонақтың бірі, жақында қобда аймағында бір қойшы беліне қызыл шүперектен белбеу байлап, төскейден дем алып жатқанда бір бүркіт келіп қойшыға түсіпті. Ояу отырған қармаулы қойшы қолындағы таяқпен бүркітті басқа бір салып ұрып жығып бөліп алады. Басы жарылған бүркіт біраз талықсып жатып қыбырлап қалпына келеді. Көргендер оны аса қыран бүркіт десіп жүр. Бүркіт қанатын жайғанда бауыр жүні бір тұтас ағарып көрінеді. Иық жүні де аққудың мамығындай үлбіреп тұрады. Бұл бүркітті әлі ешкім бодауына шыдап ала алған жоқ дейді. Сол ауылда қонып отырған әлі деген құсбегі де бұл хабарды естіп елеңдеп тыңдайды. Әлімқан құсбегімен осы құсты көру жөнінде ақылдасады. Жасынан құс баптап, қара құстың бақыр дәмімен өскен Әлімқан құсбегі бұл құсты барып көруге мақұл болады. Бірнеше күннен соң ол қасына Шіңгілбай деген атшыны ертіп сапарға шығады. Айналасы 10 неше күн ішінде олар осы бүркітті ауылға алып келеді. Тұғырына бір жорға ат байлап, бүркіттің бауашарына бір қысырақ беретін болып, жиыны 14 жылқыға бағалап ала келеді. Келгенше бүркіттің басының тыртығы недәуір жазылып, орнына тұтас қауырсын шығып та үлгереді. Оны жаз бойы баптаған құсбегі бұрынғы кәсібін қайта жалғастырады. Демек Алтай өңіріне атағы жайылған Әлімқанның жарықбас қыран деп ерекше ауызға алынатын тарихи әңгіме осыдан қалған болатын. Айса айтқандай осы жарықбас қыран бір кездерде күніне 6 түлкі алған екен. Таулы қия жерден кезіккен түлкіні еңістете алып ұшып, жазыққа апарып басып, иесі келгенше өлтіріп жанында отырушы еді. Жарықбас қыранды әкелгенде құсбегі 45-46 жастар шамасын деді. Сонан бір жыл күзде Алтай өңірінен аттанған аңшылар 4 қосқа бөлініп, Дәм өзенінің құйғанынан табысуға уағда байлап, бір қыс бойы жоңғар ойпатын толық аралап, құс салуға келісіпті. Ертістен шығып бірнеше күнде Дәм өзенінің құйғанына жеткен аңшылардың қосы сол жерде 3-4 күн аттарын шалдырып алып жүрген. Сойыс жылқысының біреуін жеп тынығып, 3 айдан соң Қара Серкенің тұзынан табысуға уағдаласып аттанған екен. Бұрыннан жылқы бағып, аң қуып, жоңғар ойпатын бірнеше рет аралап, сылған қай жерде бастау су, қай жерде құдық суы бар екенін толық білген олар сол жылғы қысты енді ала өткізген екен. Отар қосындағы жылқыдан желтоқсанда бір рет ат ауыстырып алған соңда Қара Серкенің қиыс батысына Көкадырдың Белқұдық дейтін белгілі құдығынан табысып, сол көлемде бөкен аулап, бірнеше күн басқа қостағы аңшылармен дидарласқан. Бүркітшілер ол кезде қоңыран келі болады деп, аса бір азықтан тарыққанда болмаса, қоңыраңдарға теспейді екен. Бір жерге бас қосқан 4 қос адам 2 мергенді арқарыне құлан әкелуге жіберіп, 8 бүркітші жалғасты бөкен түлкі аулауға шығады. Аңшылар кеш бата қайта жиналғанда, мергендер бір ақбас құлжа, бір құланның айғырын әкелгеннен сырт, бүркітшілердің бәрі де тым олжалы оралмайды. Сол күні Әлімқан құсбегінің жарықбас қыраны 2 түлкі алғаннан басқа, Жәңгірдің қосындағы, Ботақара Намаздың қосындағы, және Әлидің қосындағы бүркітшілердің бәрі де құр қол қайтады. Әңгіме бүркіттің бабына ауысқанда, алғашқы сөзді Жәңгір бастап, 2 күннен бері бүркітім көрінген түлкіні барып ұстайды да қоя беріп қайта ұшып шығады. Өз межелеуімше құсым арып та кеткен жоқ. Қыс бойы осындай күйме күніне 2-3 түлкі алушы еді. Кейде ақжан беріп, құсымды біраз бұзып алдым ба деп ойлаймын ағасы. Сіз құсымды бір көріп, жемін жөндеп берсеңіз қайтеді, деп Әлімқан құсбегіге талап білдіреді. Ол орта бойлы, ат жақты, сұлу мүсінді, биік қабақ, көз шарасы кішілеу біткен, әрекеті өте шапшаң, домбыраны шебер орындап ән айтатын адам еді. Әңгіме беті өзіне бұрылған соң, ол қолындағы домбырасын іргеге сүйеп қойып сөзге кіріседі. Қыран құста жүйрік ат сияқты, бабы келмесе жүйрік атта шаппайды, құста түлкі алмайды.
Сондықтан оны алдымен зар күйіне келтіріп, онан соң еліктіріп ұстау керек. Сенің бүркітің 4 қостағы 10 бүркіттің ішіндегі алдыңғы қатар қыранның бірі, әрі ұршымды, әрі тегеурінді, шоқпар сан жыланбас, темір қанаттың өзі. Бірақ бұл құсты жасына дейін 7 түлетіп ұстадың. Құстың қыраны шәулі құстан шығады. Бірақ аналық құс әр жылы көктемнен бұрын жұмыртқа ұрығын бөліп шығарады. Ол ұрық жұмыртқаға айланбаған соң, іштен шіріп бұзылады да құстың денсаулығына белгілі зиян әкеледі. Бірақ құсыңды 1-2 күн тынықтыр. Бізде алып жүрген аршаның ұрығы бар. Оны қайнатып суына жем шылап, 2-3 күн ақ жем берсең құсың түзеледі. Тағы бір айтарым, мұны қыстай дем алдырмай, әбден бүлдіріпсің. Мен құсымды 3 күн алып шықсам 1 күн тынықтырамын. Ал сендер салт қостай еліккен соң, оны күнді алып шығасыңдар. Құстың да бұрылғатын айнитын кездері болады дейді. Сөз басталған Әли Құсбегі. Менің құсымның биылғы бабы жақсы келмеді. 2 айдан бері 20 неше ғана түлкі алдырдым. Көбінде түйіліп барып түлкіге таяғанда қайта көтеріліп ұшады. Сізше мұның себебі не деп сұрағанда ол сенің құсыңда түлкіге толық чамасы жететін бапшыл құс екен. Жазғы түлетуде суырдың майлы етін көп жеп, күзгі қайыруда май бөлініп қалады. Биылғы жылғы құс салуымызды аяқтап қалды. Келер жылы құсыңызды суыр майланғанша суыр етімен, шілдеден соң малдың майсыз етімен түлетіп, күзгі қайыруында қоясын алсаңыз, құсыңыз толық түзеледі дейді. Бүркітшілер Құсбегіден қандай пішінді құс қыран болады деп сұрағанда, аз ойланып барып тіл қатқан Әлімқан. Біз көріп жүрген құстың ішінде құстың ең қыраны 7 тасты құстан шығып жүр. Әдетте 3 тасты, 5 тасты құстар өте күйшіл келеді. Ондай құстар еті көтеріңкі болса айнығыш, еті төмен болса қармаусыз болады да, 2-ның бірінде түлкі ұстап қоя береді. Алымды құстар сүйір тұмсық, жыланбас, санды, иықты, шалғыл келеді. Торға отырып қанатын қомдағанда 3-4 шалғысына дейін айқасып отыратын құстар өршімді болады. Түлкі адырдан өрге қарай қашса да бүркіт оны қоймайды. Шумды күшті құстар онша биіктемей, көбінде жер бауырлап ұшады. Биікке шығып барып түйіліп түсетін қыранның көбі шумы баяу болады. Бірер шалғысы әрең айқасатын, немесе шалғысының ұшы ғана бір-біріне тиіп тұратын құстың шумы баяу келеді. Қазақ халқы құс қанатымен ұшып, құйрығымен қонады дегенді бекер айтпаған. Құйрық дараға құстың негізі күшіне қарай бітеді. 18-де 20 тарақты құстар қарымды болады. Атақты құсбегілердің айтуына қарағанда, қыран құс тек бір Ұлытауға ғана тән байлық емес. Мәселен, Алтайдың Ұлытауына ұя салатын бүркіттердің көбінде ақиық қыран шығады. Оның иығы ақ болуы да жасаған ортаға бейімделуден туса керек. Алтай тауы үстірт, суық, қарлы, биік болғандықтан наурыз айынан бастап жұмыртқалаған бүркіттің жұмыртқасының кейбірінде аяздың қаруына орай үсіну жарылу болады да, суықтан жарылмай қалған жұмыртқалар ғана балапан болып шығады. Егер ерте балапан баспаса, Ұлытауда тамыздың соңына қайта суық жүретіндіктен, балапанның жетілуі үшін табиғи ортаға үйлескен бүркіт балапанын ерте басып шығарып баулайды. Суық орында шыққан балапанның денесіндегі ақ мамық жүндер мол болып, тірнек, тас түлік кезіне дейін бүркіттің денесінен толық арылып кетпейді де, бүркіт ұшқанда көбінше қарала болып көрінеді. Отырған кезінде қауырсын сирек өсетін иығында ақ мамық жүндер көбірек көрініп тұрады. Мұндай құстарды Алтайдың ақ иығы деседі. Оның ішінде қыраны да қыран емесі де болады. 7 тасты құстардың көбі терек жапырақты емес, тал жапырақты болып келеді. Тал жапырақты де оның ұзын, қысқа қауырсындарының формасына қарай айтылады. Ерен қабырға, боғда сияқты Ұлытаудағы бүркіт наурызда емес, сәуірдің ортасынан бастап жұмыртқалайды. Бұл тауларда жасаған бүркіттің мамық жүні азырақ, қауырсын жүні молырақ келеді. Және қауырсындары жасаған тауларының реңіне қарай сарқыш болып өседі. Денесі кесек тұлғалы болады. Ерен қабырға мен боғда тауларының бүркіттері Ұлытауға ұялағандықтан, балапандарын көбінде бөктерден жем тасып асырайды. Кейде қоңыраңдардың лақ серкештерін қағып, таудан құлатып, балапандарына тасып береді. Қобда мен бәйтік тауларының құсы көбінше көмір қара келеді. Бәйтік көлемі қоңыраңның ұясы болғандықтан,
Бұл жақтағы құстар балапандарын көбіне қоңыраңдардың қозлағымен асырайды. Бәйтік құстары өте өжет әрі өлермен келеді. Шабытты кезінде алдынан арлан қасқыр көрінсе де оған тайсалмай түсе береді. Осы жарықбас құсты алудан бұрын мен ұстаған қара шегір атты қыран осы бәйтік тауының құсы еді. Ол етінің семіздігіне, жердің қыралығына қарамай, бабы келгенде көрінгенін ала беретін. Одан соңғы қолыма ілінген осы жарықбас қыран болды да, мұны 10 неше жыл түлетіп баптадым. Әсілінде құс 30-40 жыл жасайды дейді. Баптап ұстағанда 20 жыл қолда түлеткенде түлкіден қайтпайтын құстар болады екен. Мына жарықбас қыранның тұлғасына қарағанда бұл да мені кәрт ететін сияқты. Құстың бабы мен жағдайына маған қарағанда мына намаз ағамыз артығырақ. Бұл кісіні бүркітшілер ұшып бара жатқан құстың алымдылығы мен жасын айыратын атақты құсбегі дейді. Әңгіменің ендігі жалғасын осы ағамыздан тыңдайық дейді. Намаз жасы егделеген, сөзге сараң, аз сөзді адам еді. Құс жайлы 3 айдан бері аз сөйлегеніміз жоқ. Тарихтан бергі құс жайлы білерімізді бір аударып шықтық. Халықта елді аралаған сыншы, тоғай аралаған үйші дейтін тәмсіл бар. Өзіміз қыс бойы аралап келе жатқан осы құмды ойпат неліктен жоңғар ойпат деп аталады? Әлімқан, сен көп жұртқанда осыдан естігеніңді бізге бір айтшы, деп сөз кезегін Әлімқан құсбегіге қайта ұсынғандай ынсай білдіреді. Сонда Әлімқан былай дейді. 11 ғасырдан 13 ғасырға жалғасқан Шыңғыс ханның билігі ыдыраған соң, Моңғолдың қазақтарымен аралас қоныстанған ойрат тайпасынан Торғауыт, Дөрбіт, Таңғыт, Жоңғар дейтін рулар болған. Осы жоңғар руы билік ұстап солтүстік Шинжаң көлеміне 150 жылға жуық хандық құрған деседі. Біз айтып жүрген жоңғар атауы осыдан қалса керек. Мен бұл ойпатта 30 жылға жуық аралап, жылқы отарлатып, мал бағып, бүркіт салып, саятшылық құрдым. Ойпаттың шығысынан батысына дейінгі ұзындығы 700 шақырым шамалы, оңтүстіктен солтүстікке дейінгі көлденең 300 шақырым шамалы. Осы өңірдің батысы Майлы Жайырға дейін созылып, шығысы Қарасерке, Бәйтік тауларына дейін келіп тіреледі. Оңтүстігі Ерен қабырғаға, Меркіттің Қаратауына тіреліп, шығыс оңтүстігі Боғдамен ұштасып жатады. Солтүстігі Алтай тауларына, ағатын Үліңгір өзенімен көліне тіреліп, ертісті тиянақ етеді. Бұл ойпат көмірмен майдың кіндігі секілді. Қарамайдың жолына асан қайғы түнегенде шай қайнатып ішкен оттың орнында асықтай алтын алған деген аңыз бар. Қарамайдың жонынан әр заманда алтын қазғандар аз болмаған. Асығыс жүрген адам бұл ойпаттың көлденеңінен жақсы атпен ара қонып өтеді. Батысы мен шығысына асыққан адам 3-4 күнде, көш аяңымен жүрген адам 14-15 күнде жетеді. Бұл бір чессіз де чексіз жатқан таусылмайтын жазғы емес, шағын ғана алқапты асыл мекен. Кейінгі кездерде осы кісі ауылдағы жас азаматтарға үнемі өз кешірмелерін әңгімелеп отыратын. Оның және бір ерекшелік мінезі көпшіл адам еді. Қысқа қарсы кедей-кепшіктерге бірден мініс таратып, жазда сауынсыз семьяларға бірден сауындық сиыр беретін. Бірақ атты жазға тойынысқа жинап алғанда, берген аты арқа басы бүтін өңді келсе де, қарағым, шаруа жөнін білетін азамат екенсің деп, сол атты жалғасты пайдалануға, немесе өлтіріп басымен беруші еді. Егер берген аттың арқасы жауыр болып, немесе ол атты өлтіріп тастаған болса, өзіңде жұмысқа икемділік болмаса, қарағым, басқаға өкпелеме, Құдайдың бергені болмаса, адамның бергеніне адам көркеймейді деп, оған мініс жылқы немесе сауындық мал бермеуші еді. 1931 жылдың күзінде оның ең жақсы көретін үлкен ұлы Араби қайтыс болды. Ауыр қайғының меңдеуінде атақты құсбегі Әлімқан да бірнеше айдан кейін жарық әлеммен көшетті деп Көпен қарт әңгімесін осылай аяқтатқан еді. Әңгіме ұнаған болса, арнамызға жазылып, лайк басып, жақын туыстарыңызбен, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар.